Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі керемет болып шығатын лечо салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен помидорымызды, болгар бұрышын жақсылап жуып тазалап аламыз. Іштерін тазалап, помидорларымызды 4-ке осылай бөліп аламыз. Үлкен болса 4-ке, кіші болса 3-ке, 2-ге бөліп, мясорубкаға салуға ыңғайлы етіп турап аламыз. Мен банкаларымды алдын ала жуып, тазалап, булап қойдым. Қақпақтарында ыстық суға бір қайнатып алдым. Барлық қоспалардың өлшемін, грамын описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, көп жасағыларың келсе 2-ге бөліп, немесе аз жасағыларыңыз келсе 2-ге көбейтіп жасай беруге болады. Енді помидорларымызды мясорубкадан өткіземіз. Мясорубка болмаған жағдайда блендермен де жасауға болады. Ендігі кезекте сәбізімізді терканың үлкен көзінен өткізіп аламыз, немесе жұқалап турауға да болады. Болгар бұрышымызды 4 бұрыштап турап аламыз. Қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, алдын ала турап алған пиязымызды қуырып аламыз. Қатты сарғайтып қуырудың қажеті жоқ. Ендігі кезекте тәтті бұрышымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Ендігі кезекте сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізімізді араластырып, кішкене қақпағын жауып қоямыз. Сонда біздің сәбізіміз өліп, кішкене көлемін кішірейтетін болады. Арасында қақпағын ашып, көріп, 2-3 минут қуырып алатын боламыз. Енді мясорубкадан өткен помидорымызды отқа қойып, жаңағы қуырып алған қоспамызды үстіне салып араластыратын боламыз. Менің кастрөліме сыймады. 2 бөліп қайнататын боламын. Себебі қазір қайнап жатқан кезде тасып кетуі мүмкін. Сондықтан мен қазір барлығын бір кастрөліге салып, жақсылап араластырып аламын да қазаныма бөліп аламын. Ащы бұрышымызды дәнімен қосып, турап қазанымызға салып жібереміз. Мясорубкадан өткізіп жіберсеңіздер де болады, немесе майдалап турасаңыздар да болады. Укропымызды турап дайындап қоямыз. Және петрушкамызды да осылай турап аламыз. Салатымызға ащы бұрышымызды саламыз. Және дәміне қарай тұзымызды да салып, жақсылап араластырып, тұзын көреміз. Алдын ала турап алған чесногымызды салып жібереміз. Және де бір кесе шай кесемен
шекер қосамыз. Себебі салатымыздың ащы дәмін алатын болады. Барлығын жақсылап араластырып, тағы да кішкене қайнатамыз. Салатымыз жарты сағаттай қайнап, пісуге жақындады. Енді лавр жапырағы мен турап алған укроп, петрушкамызды қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, 10 минуттай қайнатып аламыз. Укроп, петрушканы көбірек қоссаңыздар, дәмі де, түрі де керемет болып шығады. Әр апта сайын, күн сайын жаңадан видеолар шығарып отырамын. Сол видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, подписаться белгісін басып, жазылып қойыңыздар, лайк басыңыздар және де комментарий жаза кетіңіздер. Ендігі кезекте 2 шай қасықпен уксус қосатын боламыз. Міне осымен лечо салатымыз дайын болды. Түрі де, иісі де тәбетті ашып тұр. Дәмі де керемет болып шықты. Енді алдын ала булап дайындап қойған банкамызға құйып жабатын боламыз. Менде варенканың аузы кішкентай болғандықтан осылай 5 литрлік банканың аузын кесіп пайдаландым. Салат құйғанда тез өтетін болады. Осылай банкаларымызға ыстықтай тез құйып жауып аламыз. Банканы жапқан кезде қақпағының жақсы жабылғанына мән беруіміз керек. Себебі жақсы жабылмаса атылып кетуі мүмкін. Описаниеде жазылған қоспалардан менде 3 литрліктен 4 банка шықты. Міне банкамызды енді жылы күйінде көрпеге орап қоятын боламыз. Банкамыз суыған соң алып шкафтарға қоя беруге болады.